сонда міне ромбы сияқты пішін шығады. Мінекей тартқан кезде осылай ромб шығады. Келесі енді 3 таспен қолданамыз. Яғни бір бұрышына 2 тас, екінші бір ұшына 1 тасты кіргіземіз. Сол 2 тас өткізген жердің бірінші тасынан өткіземіз. Мінекей өткізген кезде осындай тағы ромб шығады. Қаттырақ тартып, келесі тағы солай 3 тастан, ары қарай 3 тастан жүргіземіз. Міне біз уже 5-ші тасқа келдік. 5-ші қатарын істеп жатқан кезде, яғни бір жағына, бір ұшына 2 тас, бір ұшына 1 тас салып, 1 тас салған жағына қарай лескамызды өткізетін боламыз. Сөйтіп қаттырақ тартамыз. Одан кейін біз уже жанына қарай бұрылдық. Жанына қарай бұрылғаннан кейін біз қайтадан 3 тасты аламыз. Бір жағына 2 тас, бір жағына 1 тас саламыз да, 1 тас салған жағына қарай тағы да бұлай бұрылатын боламыз. Бұлай бұрылғаннан кейін, мінекей видеода көрініп тұрғандай, 1 тас салған жағына қарай лескамызды өткіздік. Өткізгеннен кейін біз уже жанына қарай, астына қарай бұрылып жатырмыз. Екінші қатар істеуіміз керек болады ғой. Мінекей. Енді астына қарай өткеннен кейін мінекей. Астына қарап тұрған лескамызды мінекей міне осы жерден өткізетін боламыз. Өткізіп аламыз. Біз осы жерден бастап 2 тасты қолданатын боламыз. Мінекей. 1 тасты бір ұшына, 1 тасты бір ұшына саламыз. Жаңағы өткізген тасымыздың астынан өткіздік қой, сол лескамызға қарай өткізетін боламыз. Мінекей. Бұл сумканы, яғни практика жүзінде көп нәрсені үйренеміз. Бұл теоретически, яғни өзіміз жасамағаннан кейін, бұл сумканы өзіміз қолмен көріп жасамағаннан кейін, яғни қиынырақ болады алғашқы кезде. Өзіңіз қалай жасау керек екен түсінгеннен кейін, уже оп-оңай болады. Мінекей. Осылай ары қарай кете береміз.
міне біз екінші қатарды біттік қой. Екінші қатар біткеннен кейін қайтадан бір жағына екі тас, бір жағына бір тас салып, қайтадан астына қарай қайталайтын боламыз. Бізде яғни лескамыз бітіп қалатын болса, жағдай болған кезде, азғантай қалған кезде ғана бітірмей, кішкене ұзынырақ кезінде бітіргеніміз дұрыс. Өзімізге оңай болады өткізгенге. Мінекей бір-бірінен өткізіп, астына қарай қайтарап жүргіземіз. Содан кейін болды деген кезде уже кесіп тастайсыз. Болды. Сосын кәдімгі қайтадан лесканы, өзіңізге керекті лесканы қиып алып, қайтадан қай жерден біттіңіз, сол жерден бастай беруіңізге болады. Мінекей 15 қатырын бітірдік. Ендігі кезек біз биіктігін жасайтын боламыз. Осы бір жағына бір лескамызға, яғни бір жағына екі тас, бір жағына бір тас өткізіп, бір тас өткізген жөніне қарай, жанына қарай бір қатар істейтін боламыз тағы да.
біз уже жанына қарай, ұзындығына қарай өту үшін ұзындығынан басталған тас бар ғой, сол тастан астынан өткізетін боламыз, яғни былай жанына қарай кете береміз, до конца істейміз. Солай видеода көрініп тұрғандай былай кете бересіздер ғой.
Мінекей уже біз биіктігінің бірінші қатарын бітірдік. Яғни бітіргеннен кейін осылай астынан өткіземіз. Және де мына тұрған үстінен өткіземіз лескамызды. Енді бұл жерде мұқият болыңыздар. Бір тасты өткіземіз. Яғни бір-біріне қарама-қарсы лескамызды өткізіп, жапқан кезде уже биіктігінің бірінші қатары бітетін болады. Енді ары қарай дәл солай жалғастырамыз. Мінекей біз биіктігін бітірдік. Енді
Бұл былай дұрыс тұрмаған себебі қазір біздің жанын істейміз, яғни ручкасын істейміз, сол кезде түзеліп кетеді. Осылай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 қатар жасады. Яғни ені 5 қатар, ұзындығы 15 қатар. Көріп тұрсыздар, видеода. Енді біз ручкасын жасайтын боламыз. Ол үшін міне енінен 4-ші қатардың ортасында тұрған. Енді біз 5 қатар істедік қой, сол ортасында тұрған 3 қатарынан немізді жаңағы лескамызды өткіземіз. Үшеуінен өткіземіз, 3 тастан. 3 тастан өткіземіз да, осы 3 тасты өткіземіз. Яғни 2 лескамызды өзімізге қаратып тартамыз. Сол кезде бір ғана тасты алып, бір-біріне қарама-қарсы қылып өткізіп, мінекей қарама-қарсы өткіземіз. Сонда тартқан кезде мінекей уже сумкамыз тартылады. Мінекей көріп тұр. Енді тартқаннан кейін міне жаңа біз 3-ші қатарды бастадық, содан жоғары қарай өткіземіз. Тасымыз, лескамызда жоғары қарап тұратын тас бар ғой, содан өткіземіз. Екінші жағында өткізіп аламыз да, сол жерден тағы бір тартамыз и бір тасты өткіземіз. Мінекей осылай бітіреміз. Енді осы жерден біткеннен кейін ары қарай бізде лескамыз қалды ғой. Соны ары қарай жалғастырып тұтқасын істейтін боламыз. Мына екінші жағында істеп қойып жатырмын.
Мінекей осындай сумка болып шығады. Енді ары қарай ручкасына кірісеміз. Ручкасына кірісу үшін мінекей алдымен бір жағына бір тас, екінші бір ұшына екі тас саламыз. Бір тас салған жағына қарай лескамызды өткіземіз. Енді осылай жалғастырып кете береміз. Яғни жалғастырып осылай ручкасын айналдыра істеп шығамыз. Видеодағыдай, яғни мінекей мен мынау осы ілмегін ұмытып кетіппін, яғни кейін салдым. Сіздерде бар болса саласыздар, жоқ болса осылай істеп кете бересіздер. Мінекей менде бар болғандықтан осыны салдым. Енді біз өзімізге қажетті ручканың көлемін, яғни ұстайтын бар ғой, сол жерден өзіңіздің қалауыңыз бойынша ұзын болсаңыз ұзын, қысқа қылсаңыз қысқа қылып өзіңіздің ойыңыздағыдай істеуге болады. Бұл жерде неке қосайын деп жатырмыз. Міне біріктірген кезде қараңызшы, не жетіспейді. Біріктірген кезде екі тас қана бүйтіп бірігіп тұр. Бізге тағы екі тастан жетіспей тұр еді. Сол үшін біз қосқан кезде бізге 4 тас қажет болады. Міне біз бір тасты өткізіп алдық. Енді астындағы тастан өткізетін боламыз лескамызды. Осы бір тас өткізген жағымыздан мінекей осы
жаңа бір тасты өткіздік, енді екінші тасты өткізіп, тағы астынан өткізіп аламыз. Мына былай қаратамыз да, тағы екі тас жетпейді бізге. Сол үшін тағы бір тасымызды өткіземіз да. Көріп тұрғандарыңыздай видеода сол өткізіп аламыз. Енді бізге тек қана бір тас қажет болады. Бір тасты алып, өткізіп аламыз. Өткізіп болғаннан кейін біз қалған лескаларымызды қатты болу үшін, қатты ұстап тұру үшін, яғни бір-бірінен өткізесіз. Қай жерде леска өтілмеген, сол жерден қайталап өткізіп шығасыз. Сонда біздің лескамыз қатайып нық тұрады. Мінекей осылай бітірдік. Енді бізге қажетті сумканың бетін жасау керек болады. Сол үшін бізге 3 тастан кейінгі 4-ші тастан бастаймыз. 4-ші тасымызға лескамызды өткізіп алып, теңестіреміз. Енді тағы да бір жағына, бір лескаға, бір бұрышына 2 тас, екінші жағына 1 тас өткізіп, 1 тас өткізген жағымызға қаратып,
шетіне былай қарап кетіп қалмай үшін, былай қарай кету үшін жаңағыда сырт жағында тұрған неге екі тас өткізіп, ішкі жағына бір тас өткізіп, ішкі жағына қарай өткіземіз. Ішкі жағына өткізіп алып, осылай жалғастырып, екі жағынан, яғни мына жағынан 3 тас қалдырамыз, мына жағынан 3 тас қалдырамыз, ортасындағы мысалы бізде ортасында қалған тастардың бәрінен өткізіп шығамыз. Осылай ұзын қақпақ деп бұны жаңағы сумкамыздың бетін жасайтын боламыз. Енді кері қайтқан кезде, яғни біз жаңа бір тас өткізген жаққа қарай істеп отырдық қой, енді соңына келген кезде жаңа екі тас өткізген жақтың бірінші тасынан өткізіп, бірінші тас өткізген жағына қарай өткізіп, қайтадан былай қарай кетіп жүре береміз. Яғни ұзын болғанша, яғни сумкамыздың бетін жауып тұрғанға дейін істесеңіз болады. Оның да өзіңіз размерін өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасай бересіз. Мінекей осылай сумкамызды аяқтауға жақын қалдық, яғни мінекей толықтай аяқтадық десек болады. Енді бізде осындай ремешок болса қадауымызға болады. Мінекей
әдемі сумка шықты.